Сталиндік тоталитарлық жүйе репрессияға ұшырағандарды ғана емес, олардың ұрпақтарында жазықсыз жапа шектірді. Ғұмыры тағдырлас қазақтың зиялы отбасыларының бірі Мұхамедхан Сейітқұлов пен оның ұлы Қайым Мұхамедхановтар еді. Алаш арыстарымен бірге жүрген Мұхамедхан Сейітқұлов солақай саясаттың құрбаны болса, 51 жылы оның ұлы Қайым халық жауы деп қудалауға түскен. Сол кездегі қазақ халқының беткүстар азаматтарына жала жауып, рухани дүниесін қатаң електен өткізген аласапыранды жазған үшін Қайым Мұхамедханов тұтқындалған еді деп еске алады қызы Дина Мұхамедханова. Қайым Мұхамедханов қазақ зиялылары мен репрессияның құрбаны болған танымал тұлғалардың есімдерін жарыққа шығаруға атсалысты. Ұстазы Мұхтар Әуезовке жабылған жаланы растамаған үшін талай мәрте таяққа жығылды. Өлім мен өмір арпалысқан сәттерде де ол өзінің ғылыми ізденістері мен идеяларынан бас тартқан жоқ. Міне осы үшін ол 1996 жылы еліміздің тарихы мен мәдениетінің дамуына қосқан үлесі үшін мемлекеттік сыйлыққа ұсынылды. Қайым Мұхамедханов Қазақстанның мәдениеті мен ғылымының дамуына елеулі еңбек еткен белгілі тұлғалардың бірі. Ол Мұхтар Әуезовтің шәкірті, абайтану негізін қалаушы. Оның ғылыми еңбектері қазақ әдебиетіне қалдырған өлмес мұра дейді филология ғылымдарының докторы академик Рабиға Сыздықова. Басқадан бара алмайтын тақырыптарды бірінші болып көтерді. Ол тақырыптың бірі Абайдың поэтикалық мектебі. Сол мектептің әрбір тұлғасын талдап, көрсетіп, танытып, дұрыс-бұрыс жерлерін талдап берген еңбегінің өзіне тұрады. Содан кейін ғылым үшін ең бір керекті нәрсе текстология деген. Қазақ жазбаларының текстологиясы туралы ең алғашқы еңбек жазған. Оның принциптері мен бағытын танытқан, көрсеткен ең бірінші адам ғалым Қайым болатын. Алматыда тарихтың ақтаңдақ беттерін терең зерттеуді көздейтін Қайым Мұхамедханов атындағы қоғамдық қор құрылған. Аталмыш қор биыл тағдыр және Карлаг атты қазақ зиялыларының қасіреті туралы кітапты жарыққа шығарды. Тарихи деректер тек бір отбасының ғана емес, көпшіліктің игілігіне қажет деп шешкен ғалымның ұрпағы мұны саяси қуғын-сүргін құрбандарына тағзым ретінде ұсынып отыр. Сталиндік тоталитарлық жүйе репрессияға ұшырағандарды ғана емес, олардың ұрпақтарында жазықсыз жапа шектірді. Ғұмыры тағдырлас қазақтың зиялы отбасыларының бірі Мұхамедхан Сейітқұлов пен оның ұлы Қайым Мұхамедхановтар еді. Алаш арыстарымен бірге жүрген Мұхамедхан Сейітқұлов солақай саясаттың құрбаны болса, 51 жылы оның ұлы Қайым халық жауы деп қудалауға түскен. Сол кездегі қазақ халқының беткүстар азаматтарына жала жауып, рухани дүниесін қатаң електен өткізген аласапыранды жазған үшін Қайым Мұхамедханов тұтқындалған еді деп еске алады қызы Дина Мұхамедханова. Қайым Мұхамедханов қазақ зиялылары мен репрессияның құрбаны болған танымал тұлғалардың есімдерін жарыққа шығаруға атсалысты. Ұстазы Мұхтар Әуезовке жабылған жаланы растамаған үшін талай мәрте таяққа жығылды. Өлім мен өмір арпалысқан сәттерде де ол өзінің ғылыми ізденістері мен идеяларынан бас тартқан жоқ. Міне осы үшін ол 1996 жылы еліміздің тарихы мен мәдениетінің дамуына қосқан үлесі үшін мемлекеттік сыйлыққа ұсынылды. Қайым Мұхамедханов Қазақстанның мәдениеті мен ғылымының дамуына елеулі еңбек еткен белгілі тұлғалардың бірі. Ол Мұхтар Әуезовтің шәкірті, абайтану негізін қалаушы. Оның ғылыми еңбектері қазақ әдебиетіне қалдырған өлмес мұра дейді филология ғылымдарының докторы академик Рабиға Сыздықова. Басқадан бара алмайтын тақырыптарды бірінші болып көтерді. Ол тақырыптың бірі Абайдың поэтикалық мектебі. Сол мектептің әрбір тұлғасын талдап, көрсетіп, танытып, дұрыс-бұрыс жерлерін талдап берген еңбегінің өзіне тұрады. Содан кейін ғылым үшін ең бір керекті нәрсе текстология деген. Қазақ жазбаларының текстологиясы туралы ең алғашқы еңбек жазған. Оның принциптері мен бағытын танытқан, көрсеткен ең бірінші адам ғалым Қайым болатын.
Алматыда тарихтың ақтаңдақ беттерін терең зерттеуді көздейтін Қайым Мұхамедханов атындағы қоғамдық қор құрылған. Аталмыш қор биыл тағдыр және Карлаг атты қазақ зиялыларының қасіреті туралы кітапты жарыққа шығарды. Тарихи деректер тек бір отбасының ғана емес, көпшіліктің игілігіне қажет деп шешкен ғалымның ұрпағы мұны саяси қуғын-сүргін құрбандарына тағзым ретінде ұсынып отыр.